Сол қазақша білетін адамдар қазақша білмейтін қазақтарға көмек беру керек, жәрдем беру керек. Олар кейбір кезде күледі, ой, сен қазақша дұрыстап білмейсің, сосын олар керісінше былай айтпау керек, оларды көмектесу керек, олар өздерінің бауырларының жағдайын түсіну керек, неге қазақша сөйлемеді. Қиын, бірінші келгенімде 97 жылда. Сол кезде біз кішкене орысша білдік, қазақша білмедік. Содан бір жолдасымен бірге жүрдік, маршрутпен Ташкентке. Маршрутта отырып, бір кісімен сөйлестік, жергілікті адам. Ол қазақ, менің жолдасым қазақша сөйлейтін, мен өзім орысша сөйлейтін. Содан сол кісі, қалай, жергілікті адам, ол қазақша, орысша бірге сөйлеген. Содан ол бір сөйлемнің ішінде жартысы қазақша, жартысы орысша. Содан менің досым менен не деді деп сұрады, мен оған орысшаның айтқаны түсіндірдім. Содан мен одан не деді деп сұрадым, оның қазақша айтқанын түсіндірдім. Содан осы екеуміз бірге переводчик болып қалдық. Содан мынандай жағдай бізге шетелдіктерге қиын, бірақ сендерге қиын емес, себебі өмір сондай. Басында қиын, себебі қазақша сөйлейтін адамдар табылу қиын болды. Сол кезде қазақтар өздері сұрады, не ағып қазақша үйренесіңдер? Ол сонда керек емес тіл сияқты деп айтты. Сол айтты, жоқ, онда бір жерге келсең, ана тіліңді сыйлау, сосын адамдардың жүрегінді білу үшін, онда қазақ тілінді білу керек. Ана тілін сөйлеу керек деп ойлаймын. Себебі мен болсам да, мен Қазақстанда көп тұрдым ғой. Бірақ та мен корейша сабақ алдым. Корейша білесіз? Сол дұрыс дейм ойлаймын сол. Орыс, Россиядан келген адамдар, олар ол жарайды, болады, егер олар қазақша сөйлемейді, бірақ қазақ адамдар қазақша сөйлеу керек. Бірінші рет мен көрген кезінде қазақтар сөйлеспейтін, қазақша сөйлеспейтін қазақтар көрдім. Мен кішкене таң қалдым, себебі осы Қазақстан, олар қазақтар мүмкін қазақша сөйлесу керек, бірақ олар білмейді, сөйлемейді. Бірақ мүмкін мен ойладым, мүмкін бала кезінде мүмкін орысша, тек қана орысша, үйде, мектепте мүмкін тек қана орысша үйренді, және оқыды тек қана орысша, сондықтан қазақша білмейді. Онда мен адамдарды кінәланбаймын сол туралы. Себебі ол тарихты қарау керек. Неге адамдар қазақша сөйлеген жоқ? Ол саясиға байланысты. Ол қазақтар ауылдан келіп университетке кіру үшін, немесе жұмысқа кіру үшін орысша сөйлеу керек. Сосын біздің қазақ достар айтты бізге, онда егер транспортта жүрсек, қазақша бір-біріне сөйлесек, адамдарға онда адамның тілін неге сөйлемесін орысша бұларға айтты. Совет кезінде сол әрине ол өте көп, олар қазақша сөйлесі келмеді сол кезінде. Бірақ қазір дүкенге барып келдік. Қазір сен көрдім. Бірақ базарда екі қазақ қыздары бір-біріне қазақша сөйледі. Бірақ маған орысша сөйледі. Бірақ мен орысша білмеймін. Чуть-чуть, пока, здравствуйте. Аз сөз білемін. Бірақ олар бір-біріне қазақша сөйлей жатқан, бірақ мен әрқашан орысша сөйлейді. Өте қиын маған. Пожалуйста, қазақша сөйлеңіз. Мен орысша төзбеймін. Әрине қазақша оқу, қазақша үйрену жақсы нәрсе. Бірақ орысша сөйлейтін қазақтарға өте қиын. Егер олар таза сөйлемесе, басқа қазақтар оларға, неге қазақша айта алмайсың?
иә мен өзім қазақ